Сәлем достар, менің атым Айжан. Бұл біздің екінші сабақ санап үйренейік. Біз сіздермен қосуды үйренейік. Бізде үш қатар, бірінші қатар, екінші және үшінші қатар. Әр қатарды қазір біз сіздермен есептеп шығамыз. Бірге үшті қосқанда қанша болады? 4 әрине. Үшке 5-ті қоссақ, кішкене ойланайық. 8. 8-ге 2-ні қосқан кезде қанша болады? 10. 5-ке 1-ді қоссақ, 6. Дұрыс. 2-ге 7-ні қосқанда қанша болады? 9. Біз бірінші қатарды бітірдік. Келесі қатарға көшейік. 5-ке 2-ні қосқан кезде қанша болады? 7. 2-ге 4-ті қоссақ, оңай деп ойлаймын. 6. 1 қосылған 8. 9 әрине. 4-ке 1-ді қосқан кезде 5 болады екен. 7 қосылған 3. Кішкене ойланайық. 10 әрине. Міне біз сендермен екі қатарды бітірдік. Енді бізде соңғы қатар қалды, үшінші. 4-ке 5-ті қосқан кезде қанша болады екен? Кішкене ойланайық. 9. 1 қосылған 7. Әрине 8 болады. 3 қосу 4. Санап көрейік. 7. Дұрыс. 2 қосу 2. Бұл енді оп-оңай деп ойлаймын. 2 қосылған 2 болады 4. Енді соңғы есеп қалды. 9 қосу 1. Қанша болады? 10 әрине. Жарайсыңдар балалар. Міне біз сендермен бүгін қосуды тағыдай есептеп шығарып көрдік. Барлықтарың дұрыс санадыңдар деп ойлаймын. Қате кетіп жатса, жөндеп көріңдер. Қайтадан санап көріңдер. Бұл әрине біздің екінші сабақ бастамасы, алда әлі әр түрлі есептер болады. Сендермен қосуды да, алуды да үйренеміз. Бізді әрқашан қарап жүріңіздер, бізбен тез есептеп үйренуді үйреніңдер. Сау болыңдар балалар. Ал мына жерге сендердің барлық есептеріңді апай тексеріп шығады. Бәрі дұрыс болса, дұрыс деп жазады. Немесе 2-3 есеп қате болса, онда соны 2 есеп қате деп жазылады. Сау болыңдар балалар.